Күнге студияда Yo'lda qo'yinmaysin Yo'lda qo'yinmaysin Yo'lda qo'yinmaysin Yo'lda qo'yinmaysin Qaydi kesh qandanimizlar Keshimiz жүргізушісі Nurlan Qo'yinmaysin Жарық құрметті достар, сіздермен бірге түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев және әріптестерім Омай тобы. Шоуымызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Қазақстан шоу-бизнесінің дамуына зор үлес қосып жүрген шоу-бизнестегі акулалардың бірі. Енді акула онда әдемі акула. Қазақстан сұлулары деген тізімге әбден орныққан жыл сайын қазақ аруларын түгендейтін белгілі продюсер Баян Есентаева. Hoş geldiniz, söylediniz. Қошеметтеріңіз Баян Есентаева түнгі студия бағдарламасында. Қалай жеттіңіз Астанаға? Астана қалай? Алматыдан ұшып келдіңіз ғой? Алматыдан плашпен мініп, Астанада тон киген қалай екен? Немножко шокта отырмын әлі. Неге? Потому что утром Алматыда плюс 8 болған. Астанаға келсе минус 12. Баян, енді алғашқы сұрағым, біз барлық қонақтарға алғашқы сұрақ қоямыз. Өміріңізде шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Мы закончили фильм, который скоро Біз жақында еліміздің үлкен экрандарында жарық көретін Абайлаңыз сиыр фильмін бітірдік. Ол фильмде өзім басты рөлдердің бірін сомдаймын. Бұл кино қашан шығады? Бұл кино март айында шығады, наурыз айында. Я думаю, что 6 наурызда ел назарына ұсынылады. Құрметті көрермендер, барлықтарыңызды кинотеатрға шақырамыз. Қазақша аты қалай болады сонда? Абайлаңыз сиыр ма? Сиыр. Енді басты рөлді өзіңіз ойнайсыз. Я сиырды мен ойнаймын. Сіз ойнайсыз сиырды? Өте әдемі сиыр екен. Жарайды. Мен өзім уайымдап тұрмын. Сізді Баян ханым дейін ба, жоқ қарындас дейін ба, сіз мүлдем, мен жаңа айтып отырмын ғой, осы көптеген ғалымдар эликсир молодости іздейді ғой жаңағы, эликсир молодости. Соны сіз тауып алған сияқтысыз. Махаббат станциясында ойнаған Оралдың рөлін ойнаған актер. Бір аста көрдім, бата беріп жүр екен. Ал сіз мүлдем өзгермегенсіз. Енді кешіресіз мені. Енді көріп қалдым енді. Нұрлан, тебе тоже нужно. Саған да керек нәрсе ол. Мен саған қалай табуға болатынын айтамын сосын. Керек, е? Подправиться, да. Тағы да осы естуімше, сіз жақында жақсы туынды түсірдіңіз Орал жақта. Сол туралы айтып берсеңіз. Да, действительно, мы целый месяц были в Уральске. Я, шын мәнінде біз бір ай көлемінде Оралда болдық. Менің туған жерімде. Біз үшін өте тамаша ай болды. Біз қазақ өнерінің ханшайымы, опера жұлдызы Күләш Байсейітова жайлы кино түсірдік. Өкінішке орай, қазіргі жастар бұл аңыз адамның шығармашылығымен таныс емес. Но я думаю, благодаря этому кино вы познакомитесь. Осы тамаша туындының арқасында олар Күләш апамыздың бейнесімен кеңінен танысады деп ойлаймын. Представлял нашу страну давным-давно. Себебі бұл кісі қазақ елін әлемге таныстырған адамдар қатарында. Сондықтан да фильмді көруге кеңес беремін. Женскую историю. Бұл кино кинотеатрға емес, бұл телехикая. Нұрлан, біз бір жылдың ішінде 3 фильм түсірдік. Олар «Тракторшының махаббаты». Қошеметтеңіз, маған өте қатты ұнады. Затем был недельный перерыв. Онан соң бір апта демалдық. Бір апта ғана. Целую неделю, бір апта.
Содан кейін осторожно сиыр. Содан кейін тағы бір апта перерывчик небольшой. И уехали Оралға и күләшті түсірдік. Поэтому вот қазір мен демалыста жүрмін. Вот поэтому я здесь. Енді сіз білеміз, енді көп демалмайсыз. Жаңа жылға дейін 10 күн бар ғой. Осы 10 күнде не істейсіз? Тағы бір кино түсіресіз ба? Жоқ, я сейчас сошью 10 платьев, потому что... Мен қазір 10 көйлек тіктіріп жатырмын. Себебі менің алда түсетін 10 эфирім бар. Пока съемкаға келем, пока кетем. И вот так Новый год наступит, и потом я уезжаю отдыхать, наконец-то. Осы туралы сұрайын деп едім. Сіз қалай демаласыз, қайда барасыз? Енді жаңа айтып кеткендей, бір жылда 3 кино түсірдіңіз. Енді ол үлкен еңбек. Сіз қалай демаласыз осы? Қай жерге барасыз? Өзіңіз сүйікті жерлеріңіз болар ма? Италия, Рим, Бишкек, Хайнань. Қай жерге барасыз? Нурлан, на самом деле, каждый год новая страна, поэтому... Нұрлан, біле білсең, жыл сайын бір жаңа елге барып тұрам. Бір жердің жағажайы тамаша болады, бір жердің асханасы, бір жердің адамдары басқа болады. Осылай әр жерден әр түрлі көңіл күймен оралам. Маған қатты ұнаған елдердің бірі Бали аралдары, Кореядағы демалыс, Монакодағы күндер. Айта берсе, өте көп. Мен енді осы жылы Сингапурға демалысқа баруды жоспарлап отырмын. В Сингапур отдохнуть. Сингапур? Да. Осы Қазақстан шоу-бизнесінде сізді жаңа айтып кеттім, акула дейді, шоу-бизнестің акуласы, әдем акуласы. Енді біздің білуімше, бізде Қазақстанда шоу-бизнесте енді қасқыр продюсерлер көп. Бәрі қасқырда, сіз акуласыз. Осы туралы айтып берсеңіз, сіздің жұмыс жасау, басқаша жұмыс жасайсыз, жұмыстарыңыз ерекше. Насчет акулы не знаю, акула это хищная. Шыны керек, бұл жайлы естімеппін. Енді акула деген жыртқыштар санатынан, оның үстіне өзіндік сұлулығымен мінезі баран ғой. Ол өз жолындағы барлық нәрсені жеп, алдына келгендерді жоя біледі. Алыстап отыр енді. Да. Если в этом смысле, то... Ал егер маған келер болсақ, мен өз жолымда тұрған ешкімді де жемеймін, жыртқыштық танытпаймын. Хочу сказать, что нет, наверное... Мен айталам, қазақ шоу-бизнесінде мен қаламақсын төлемей қойған бірде-бір өнер адамы жоқ. Я не заплатила, не выполнила свои обязательства. Барлығына еңбегіне сай сыйақыларын беріп отырдым. Ешкімнің жолын кеспедім. Осы жағынан менің арым таза деп айталам. Абсолютно чиста. И нет ни одного человека. Мен барлығының көзіне тіке қарай алам. Сондықтан саған да солай қарап отырмын. Смотрю в твои глаза. Қошеметтеріңіз Баян Есентаева. Баян, бір сұхбатта сіз айттыңыз, сахнаға 3 жастан бастап шықтым деп. Сол кезде сіз балабақшада едіңіз, бірақ сахнаға шығар бұрын сіз бір шартты қойдыңыз. Мен сахнаға шығам, бірақ менде ең әдемі көйлек болу керек. Сол болды ма осы оқиға? Болды. 3 жасыңызда? Да. Наверное, мне было около 4. 3-4 жастың шамасы болатын. В садике. Балабақшада. Меня выбрали Снегурочкой. Мені қарша қыз етіп сайлады. Сказали, вот ты будешь Снегурочкой. Сен қарша қыз боласың деді. Сол кездегі ағылшынша айтқанда пати, вечеринки, ивенты. Балабақшада, Оралда, пати. Да. Байқаған шығарсыздар, Баян Есентаеваның кішкентай кезінен райдері бар. 3 жасынан райдері бар. Я пришла, я воспитывалась мен ата мен әженің қолын өстім. Ал әжем киім тігетін жерде жұмыс жасайтын. Көрдің бе қалай жолым болды? И я пришла домой и сказала своей бабушке, что мен әжеме келдім де айттым, егер менде ең әдемі көйлек болмаса, самого красивого, я не буду мен жаңажылдық кешті жүргізбеймін дедім. Утренник. Она сказала, ол маған қарап тұрып былай деді. Она назвала меня Баяшка, ах Баян, сенде ең әдемі көйлек болады. И всю ночь она купила Сол күні ол көп дәке сатып алып, сол дәкені бір суға салды. Сол марльна, аппақ марля. Она всю ночь мочила, я прям это помню рядом. Сол кездер әлі есімде. Сөйтсем ол крахмал екен. Потом он почему-то вот такой стал твердый. Потом он этот крахмал вот так вот много. Крахмалды жаңа көйлектің біраз жеріне жағып шықты да, басыма тәж жасады. Советский кез қой, ештеңке жоқ. Жан жағына мақта салды, мақталардың үстіне бір жалтырлақтарды сеуіп тастады. Сонан соң ең сұлуымен болдым. Балабақшаға кіргеннен бастап бәрінің көзі менде болды. И тогда я поняла, 3 годика. Сұлулықтың үлкен күш екендігін сол кезде 3 жасымда байқаған болатынмын. Я согласен. Кешу тобының клибінде сол көйлек емес пе? Сол ғой сол. Сол, е?
өйткені шынымен де кешу тобы өте әдемі, көйлектері өз бәрі сәйкес келеді. Осы кешу тобына жайлап көшіп кетсек, кешу тобына сіз арнайы киім тігесіз ба? Бейне клиптер өте жоғары деңгейде түсірілген, сапалы түсірілген. Рахмет, Нурлан. Действительно, на наряды кешью уходят огромные суммы. Жасыратыны жоқ, кешу тобының киімдеріне қаржы көп жұмсалады. В Казахстане. Меніңше, еліміздегі ең көп қаржы жұмсалатын топ кешуі шығар. Бір қыздың киімінің өзі бәленбай мың тұрады. Енді бағасын нақтыламай қояйын. Мен кешудің киімдерінен ақша аямаймын. Я работаю с дизайнерами, с ведущими дизайнерами нашей страны. Я выбираю самые дорогие Мен ткани, еліміздің үздік выбираю дизайнерлерімен самые жұмыс дорогие жасаймын. украшения. Ең То қымбат есть маталарды всё, что таңдаймын. касается группы Кешью, Қымбат әшекейлерді я таңдаймын. говорю, что все самое лучшее должно быть у них. Поэтому мен деп көйлек жоқ. Бүгін. Кейбір адамдар кешу тобының клипін, бейне клипін кино ретінде көреді екен. Да. Иә, кино сияқты түсірілген да. Соңғы клипке назар аударайық. Иә. Сынақтан ексеткендеген, ұран еткен батыр баба, сын дұшпанға да дес бермеген, жан аямай қорғап даласын. Тұлғалары биік таудан, ата жолын ұстап қалған, жұлдыз болып көкте жанған. Азат елінің тарландарын ризамын мен, дархан таудың арландарын ризамын мен. Айбарларын көргенде, сені ұмытсын бе, ризамын мен ерлерге, намыстарын берме. Бұл бейне клип туралы айтып берсеңіз, қай жерде түсірілді? Бұл жаңа бейне клип қой. Бұл бейне клип целый хикая. На самом деле, потому что у нас не было времени. Бағана айтып өткенімдей, бізде уақыт болмады. Қатарынан 3 фильм түсіріп жаттық. Негізінде осы клипке қыруар қаржы құйып, үлкен көлемдегі туынды шығарам деп ойлағам. Очень хорошее видео. Бірақ уақыт тапшы болған соң, біз бұл клипті Оралда бас-аяғы 3 сағатта түсірдік. За 3 часа. 3 сағатта түсірдіңіз? Иә, 3 сағатта түсірдік. На самом деле, нет песни, нет клипа. Шын мәнінде Есть ән песня, болмаса есть клип. бейнебаян болмайды. Вот Ән бар, Заттыбек, например, бейнебаян да на бар. сене сидит, Мысалы, Заттыбек шөптің үстінде думбре домбыра играет. тартып отыр. Ән бар, Ән бар, хит бар. хит бар. Жаңа Заттыбекті айттық. Заттыбек осындай бола ма, сіз продюсер болсаңыз? Нет, ну, в общем, неплохо, но рост не тот. Негізі жаман емес, бірақ бойы келмей тұр. Рост не тот. Егер Если дәл вот осылай так киіндіретін болсақ, он не киім будет жараспай так қалатын сидеть. еді. Вот особенно Маған аяқ сандалия. киім ұнап тұр. Сандай жақсы. Ертең осы сандалия алып алып, астанада жүрем. Дала суық. Баян, сіз әр жыл сайын қазақ аруы байқауды өткізесіз. Байқаудың басты мақсаты не? Он необходим, просто необходим. Мы должны Ол керек показать, байқау. Біз какая заманға лайық қазақ должна қызының қандай быть болатындығын көрсете современная білуіміз керек. казахская девушка. Вот этот конкурс как раз Ал бұл и сайыс показывает, біз айтып какой отырған она нәрсені может көрсете быть алады. и должна Қандай быть. болуы керек және де Вот, қалай. собственно, и Міне, байқаудың барлық весь шарты осылай. концепт этого Бұл байқауда конкурса. қазақтың Да, сұлу это қыздары конкурс бақ сынасады. Попадают Байқау только аясында красивые талай қызықты Очень оқиғалар много орын алған бывает болатын. ситуаций, когда приходит Ұлы девушка сөзде ұяттық жоқ, с айта ногами берейін. пролетает Біраз в қыздар дальнейшие келді. ворота. Бір қыздар келеді, байқау И мы сидим талаптарына на сәйкес кастинге. келмейтін. И она такая закатывается. Бірақ өзіне тура айтуға ұялып, сіз қайда келіңіз деп куда? сұрасаң, Қазақ аруы? Я говорю, ну как-то неприлично рассказать, что ножки короткие, неге десең, формы. Зато мен шашымызын. Ал кастинг қалай өтеді осыған? Қалай? Кастинг – это самое кастинг ең интересное. қызықты тұсы. Выстраивается 2000 қызның 1000-2000 ішінен тек девчонок, 20-сын ғана и только келесі 20 кезеңге из них таңдап аламыз. проходит этот кастинг. Қазылар алқасы бола ма? Өзіңіз жалғыз таңдайсыз ба? Әзіл ғой. Ну, на самом деле, конечно, последнее слово за мной. Это Жасыратыны жоқ, я соңғы являюсь шешім менің қолымда вдохновителем, болады. автором Осы идеи, жобаның авторы, генеральным продюсері болғандықтан. продюсером. И конечное слово, конечно, за мной. Бывает Шыны керек, волшебные, тамаша сұлу красивые қыздар болады. девушки, но Бірақ когда Абай жолын им кім задают жазды вопрос, десең, кто Абай деп написал жауап Абай, беріп они тұрады. говорят Абай, они сразу вылетают из кастинга, даже если у них самые Сонан соң красивые олар формы и бірден самое кастингтен красивое ұшып кетеді. лицо. Да? Мың жерден То есть сұлу девочка болса должна да, ол владеть тарихын, мәдениетін, салт традицией, дәстүрін культурой, білуі языком, тиіс. историей, хотя бы какими-то азами. Ішкі дүниесі Потому что бай там болу. есть интеллектуальный Бізде конкурс, и он интеллектуалдық самый сайыс бар. важный, Ол где дода мы көп делаем нәрсені ставку, шешіп когда тастайды девочка десем де открывает болады. свой рот, Дәл осы да, сайыста и начинает аруларымыз говорить, сөйлей вот бастайды. где видна Сол кезде қыздардың красота. шынайы сұлулығы Можно иметь көзге самые көрінеді. идеальные формы, Кімнің до тех пор, қандай пока шамада не откроешь екендігі де рот его. байқалады. А я специалист в этой сфере. Ал мен сынауға келгенде, Поэтому Нұрлан, наши девочки маманмын на десем кастингах и болады. поют, и Сондықтан танцуют, біздің и қыздар стихи билейді де, рассказывают, и әнді айтады, вопросы об өлеңдерді истории, оқиды. о традициях и так далее.
Қазақ аруы биыл қашан болады? Өтіп кетті ма? Каждый год в одно и то же время. 22 марта. Жыл сайын бір уақытта болады. 22 наурызда қазақ аруы эфирде. Мы проводим кастинг. Ал кастингтерді біз ақпан айынан бастап 2 ай бойы жасаймыз. Қыздар жай ғана келіп кетпейді. Приходят, уходят. Дайындық болады. Бізде кәдімгідей қызу дайындық болады. Они не умеют ходить, не Бірі умеют киінуді одеваться, білмесе, не бірі умеют боянуды краситься, и білмейді. так далее, и тому Міне подобное. соның бәрімен Стилистер, жұмыс жасаймыз. мұғалімдер, Визажистер, хореографтар, Конечно, стилистер де жұмыс істейді. хореографы, Психологтар. психологи не нанимают. Қошеметтеріңіз, рахмет сізге. Қазақ аруы байқауына сәттілік тілейміз. Баян, менің білуімше, сіз өнер институтқа бірден түспепсіз. Осы туралы айтып берсеңіз, қалай болды? Өнер институтының алдында басқа жақта оқыдыңыз ба? Я получила высшее образование. Мен жоғары оқу орнын бітірдім деген дипломды 27 жасымда алған болатынмын. Бас аяғы мен 10 жыл оқыдым. Біріншіден мені үнемі оқудан шығарып тастайтын. Екінші жылға да қалдырып тастайтын кездер болған. Не үшін екенін ескертпейтін де. Әрине олар отчислять етеді. Сіз келесіде мұғалімге айтасыз, шашыңыз немене мынау? Мынау мұғалімге жараса ма? Сіз докторсыз ғой. Мынау шалбардың қыры қайда деп. Да. Баян, осы енді жақсы жағынан айтайықшы, осы қазір қоғам жақсы жағына өзгерді ма? Енді 90 жылдар салыстырсақ, киноиндустрия, енді өзіңіз жылына 3 кино түсіріп жатсыз. Енді көрерменнің, өзім ойымша, киноиндустрия дамып келе жатқан сияқты. Телехикаялар түсіріліп жатыр. Енді бәрі керемет деп айта алмаймыз. Бірақ бір қозғалыс бар. Конечно. Осы жақсы жағынан айтайық. Не өзгеріс болып жатыр бізде? Сізге не ұнап жатыр бізге? Айтыңызшы. На самом деле человек, который Шын мәнінде хочет жұмыс жасап, работать, ақша тапқысы келген адам. зарабатывать, Барлық уақытта жұмыс істейді дейсіз. барлық уақытта жұмыс істейді. Да, мы развиваемся. Иә, біз дамып келеміз. Да, Иә, киноиндустрия біздің сейчас индустриямыз совершенно қазір на другом жаңа уровне. белестерді Но бағындыруда. за это время, к сожалению, Бірақ да, осы уақыт мы, аралығында бәсекеге қабілеттілік байқалмай пока жатқан у сияқты. нас нет конкурентоспособности. У нас нет много Бізде мықты режиссерлар Я как жетіспейді. продюсер, да, Мен имею мысалы право продюсер выбирать ретінде режиссеров. режиссер Я таңдай хочу аламын с ғой. этим режиссером Мысалы поработать, бір потому что он режиссермен такой. жұмыс жасағым Вот с келеді. этим, потому что Себебі он- оның мынадай с этим, жақсы потому қыры что он бар. комедия. Мынау С бір этим, менде потому жұмыс что он жасаған трагедия. себебім ол С этим, комедия потому что он түсіреді, драма, ал бірі да? трагедия. Сейчас нет Қазір такого бізде выбора осындай у нас, у таңдау продюсеров. жетіспейді. Мысалы, сіз режиссер Асқар Ұзабаевпен жұмыс істейсіз. Я. Ұнай ма сізге Асқар Ұзабаевтың жұмыстары? Ну вот, кстати, единственный в моей жизни, да. Менің случай, өмірімде когда, ең алғаш осындай оқиға орын алды. Асқар ешқашан кино түсірмеген адам. Мен оған келдім де айттым. Это был первый ғашық жүрек. Бірінші ғашық жүректе мен продюсер ретінде қателік жасаған жоқпын. Біз үлкен тәуекелге бардық. Мен бұрын соңды кинопродюсер болып көрмегем. Сіз қазір қалай баға бере аласыз? Бірінші ғашық жүрек сізге қатты ұнады ма, жоқ екіншісі ма? Сізге енді продюсер ретінде шын айтсаңыз, сізге өзіңіз. Нурлан, эти два фильма невозможно сравнивать. Во-первых, это два разных режиссера. Нұрлан, бұл И, екі фильмді все біз говорят, салыстыра что первый алмаймыз. ғашық Себебі екеуін жүрек екі адам лучше. түсірген. Кто-то говорит, второй ғашық жүрек лучше. Біреулерге В біріншісін любом айт, случае, біреулерге первый есть екіншісін первый. айт. Успех Бірақ не первой дегенмен картины, біріншінің конечно, аты не бірінші. отменить. А вы Ал енді поменяйте орын их ауыстырып местами. көріңізші. Если бы второй Ғашық ғашық жүректің жүрек вышел екінші бы бөлімі алдымен Определенно шықса был да, тот же самый успех. бірінші Потому бөлім что, көрсеткендей во-первых, нәтижеге қол это жеткізер еді. это Себебі впервые бұл шоу-бизнес, шоу-бизнес это туралы впервые алғашқы Леонид туынды. Бесбаев, Бірінші рет это Мейрамбек Бесбаев, история бірінші рет Золушки. қыздың Это ғұмыры всё жайлы было баяндалады. Сондықтан орын ауыстырған Если күннің өзінде де переставить еш нәрсе местами, өзгермес еді. ничего бы не Нәтиже поменялось. сол Был болар бы еді. тот же самый результат. Баян, қазір барлық өнер азаматтары Астанаға көшіп жатыр. Мен өзім осы жерге келіп түсініп жатырмын. Бәрі көшіп жатыр, көшіп. Сіз қашан келесіз? Мен қашан келем? Келем. Мен сізге бір орын дайындап қойдым, бір жер. 14 жылда. 14 жылда қазақ аруының алдында, иә? Я. Жарайды, бәріміз күтеміз. Бәріміз бірге барып, әуежайға барып күтіп аламыз. В общем, сен член жюри. Әліғазыға шақырасыз ба? Я. Рахмет, міндетті түрде барамыз. Сонымен құрметті көрермендер, келесі айдарымыз Баян, біз келген қонақпен ойын ойнаймыз. Сіз қарсы алмасаңыз, мен ортаға әртүрлі ойындар ғылымының докторы Бижан Дәулетті шақырамын. Қошеметтеріңіз Баян Есентаева. Осы күнге дейін 40 шақты бағдарлама түсірдік, бұлай қобалжыған жоқпын. Не переживайте. Қобалжымаңыз. Тағы да бір рет қошемет.
көзілдірігін буланып жатыр. Біздің доктор ән айтқысы келіп жүр. Продюсер іздеп жүр. Мен продюсер болайын десем, жоқ, болмайсың дейді. Жарайды. Ойын шартын түсіндіре кетейін бірден. Мына тақтайшалардың ішінде көптеген тапсырмалар бар. Қазір сіз біреуін таңдайсыз, біреуін. Және сізге оны көрсетпеймін. Сіз қазір таңдаңыз, әрі қарай сізге түсіндіретін боламын. Жақсы. Қошеметтеріңіз, Баян ханымның таңдауы. Нұрлан мырза, сіз актерлық шеберлігіңізді дайындай берсеңіз болады. Мен ба? Сіз қазір Баян Мен актер ханымға емеспін, а? Баян ханымға түсіндіресіз. Ол Баян ханымға түсіндіру өте оңай деп ойлаймын. Өйткені тез түсінеді. Көрдік қой. Сіз көруге болады. Мен түсіндіруім керек. Баян осын табу керек, Иә. Қазір мынаны маңдайшаға ұстаймыз, дәл осылай. Сізді алдыға шақырамын мұнда. Сізге Нұрлан мырза түсіндіреді. Сіз оны дәл табуыңыз керек. Сонымен бастаймыз ғой. Қолмен көрсете аламын ба? Қолмен көрсете алмайсыз. Қолдың көмегінсіз, дыбыссыз, иә. Дыбыссыз? Дыбыссыз, қолдың көмегінсіз. Сонымен бастаймыз. 1, 2, 3. Ойыңызға не кеп тұр? Қалай көрсетуге болады? Мен елестетіп тұрмын. Ол сізде дыбыс емес пе сонда, иә? Баран? Қойма? Жоқ, соған туысқан. Осел? Есек па? Жоқ, ол өте үлкен туысқан. Соған жақын туысқан. Бір қорада, бір шөп жеп. Ешкі ма? Иә. Дұрыс. Көрсеңіз болады енді. Әрі қарай, дәл осылай Нұрлан мырза таңдайтын болады. Ендігі кезек. Мен ойымша шартты шамалы өзгертсек қалай? Это невозможно объяснить без Өйткені дыбыссыз. мысалға продюсер тыңдайсыз, мысалы продюсер Баян Есентаев. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл ойынды қалай жасау керек көрерменге қызық болу үшін? Ойымша шамалы нені қосу керек? Дыбысты ма, қолды ма? Немесе қолды қосайық. Қолды қосайық, дыбыс қосайық. Ешкіні қалай көрсетем? Дыбыссыз, қолсыз. Жоқ, қолсыз. Қолсыз, дыбыссыз невозможно. Қалай көрсетем мен? Шөп жей ма? Шөп жейді жаңағындай. Шөпті керіп жейді, шөпті қытайлықтар жейді. Сонымен Нұрлан мырза сіз таңдайсыз. Баян ханымның актерлық шеберлігін көреміз. Бунт болды. Мен көрмеймін. Енді мен де? Енді орын ауысам, сіз жақсы, көрсететін боласыз. Мен көрмеймін бірақ қой. Баян ханым, сіз қайдасыз? Бірінші рет көрдіңіз ғой деймін өміріңізде. Да. Мынау кім бұлай деп? Қолмен көрсетуге болады Қолмен, ғой. иә? Қолмен, дыбыссыз бірақ. Дыбысын білмеймін, шынымды айтсам. 1, 2, 3, бастаймыз. Тіл. Не деген түсіндіру? Мен бірақ рет бұлай. Сәлем салу деуіңіз керек. Жоқ, піл дейкіз. Ойын тез бітіп қалатын сияқты. Мен 3 күн дайындалып едім. Сонымен Баян ханым, сіз таңдайсыз. Енді мен ғой, ә? Ешкімен қызық болды. О, деп асыр бір өйлер. Тех она животные, да, здесь, я так поняла? Нет? Әртүрлі суреттерім деп ойлаймын. Нұрлан мырза. Ал, сонымен көрейік шеберлігіңізді. 1, 2, 3 бастаймыз. Сұрақ қоюыңызға болады, Баян ханым, мынандай ма, мынандай ма? Сіз тек қана баспен ғана көрсетесіз. Камера? Айтпаймыз, айтпаймыз. Камера? Қандай? Камера? Кішкентай. Қалай түсіндірсем екен? Камера. Машина. Это камера.
камера маленькая, которая машина ловит камеру наблюдения. Так. Үйде сіздерді балаларыңыз көріп күлетін шығар, күліп деп отқан шығар. Садиктің, балабақшаның ойын ойнап жатыр ғой. Доктор жақсы екен деп айтып жатқан шығар. Жарайды, кезек Нұрлан мырзада. Қошеметтеріңіз. Мен қазір көремін, Сіз көрмейсіз. Мен көрмеймін. Енді маған не дейсіз? Көрермендердің реакциясы қызық екен. Ал Баян ханымның шеберлігі. Сабан. Сабан. Өкі. Как ты догадался? Сіздің өте жақсы түсіндіретін қасиетіңіз бар екен. Сондықтан да мықты продюсер қошеметтеу керек қой бұндай кезде. Продюсер деген осындай болу керек. Тез түсіндіреді режиссер. Қандай болу керек кино? Жарайды. Енді мен көремін ғой, мен түсіндірем. Өкіні жақсы тапты. Маған осы жер қызық. Көрсетіп қалам, бәрі күледі. Мен көремін ғой. Қолмен көрсетуге болады ona. Қызық болайын деп тұр. Қызық қып көрсетіңізші бір. Қызық па? Айтпаймыз. Сонымен кеттік. 1, 2, 3. Көзбен, бетпен. Удочка, рыба. Олай қарасаңыз, күнделікті кездесіп жүрген дүниелер, бірақ табу кезі қиын. Қалай? Міне, Баянға жақсы көзі дөуді көрсете береді бәрін. Өкінді көрсетеді, балықты. Жарайды. қайсысы? Мен ба, сіз ба? Жоқ, сіз. Қайсысы? Біреу ғана. Біреу ғана. Қайсы, мен де ойланып қалдым. Қайсы? Де өзің күліп алсың. Мен көрмеймін. Жоқ, мен сізден ұялам. 1, 2, 3, дайынсыз ғой? Кеттік, бастаймыз. Ти. Шикарно. Бір 5 секунда түсіндіреді. Қошеметтеріңіз Баян Есентаева. Өте шебер актриса, керемет продюсер. Ойын осымен аяқталды. Сізге көп рахмет. Көрдіңіз ғой, біз ойынды қалай тез ойнап тастадық. Әртүрлі ойындар ғылымның докторы Бижаны Дәулет, қошеметтеріңіз. Дәулет, көп рахмет сізге. Ойын жақсы болды. Баян, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сізге көп рахмет. Жұмыстарыңызда табыс тілейміз. Бәрі жақсы болсын. Осы түнгі студияда жиі кездескенше. Түнгі студия қонағы продюсер Баян Есентаева. Қошеметтеріңіз.
хит бар. Хит бар. Жаңа Заттыбекті айттық. Заттыбек осындай бола ма, сіз продюсер болсаңыз? Нет, ну, в общем, неплохо, но рост не тот. негізі жаман емес, бірақ бойы келмей тұр. Рост не тот. Егер Если дәл вот осылай так киіндіретін болсақ, он не киім будет жараспай так қалатын сидеть. еді. Вот особенно Маған аяқ сандалия. киім ұнап тұр. Сандай жақсы. Мен ертең осы сандалия алып астанада жүрем. Дала суық. Баян, сіз әр жыл сайын қазақ аруы байқауды өткізесіз. Байқаудың басты мақсаты не? Он необходим, просто необходим. Мы должны Ол керек показать, байқау. Біз какая заманға лайық қазақ должна қызының қандай быть болатындығын көрсете современная білуіміз керек. казахская девушка. Вот этот конкурс как раз Ал бұл и сайыс показывает, біз айтып какой отырған она нәрсені может көрсете быть алады. и должна Қандай быть. болуы керек және де Вот, қалай. собственно, и Міне, байқаудың барлық весь шарты осылай. концепт этого Бұл байқауда конкурса. қазақтың Да, это сұлу конкурс қыздары красоты. бақ сынасады. Попадает Байқау только аясында красивые талай девушки. қызықты Очень оқиғалар много орын бывает алған смешных болатын. ситуаций, когда приходит Ұлы девушка сөзде ұяттық жоқ, с айта ногами, берейін. пролетает Біраз просто қыздар мяч в келді. ворота. Бір қыздар келеді, байқау И мы талаптарына сидим на сәйкес кастинге. келмейтін. И она такая закатывается. Бірақ өзіне тура айтуға говорит, ұялып, сіз қайда келіңіз «Где деп ты, куда?» сұрасаң, Казах аруы? Я говорю, ну как-то неприлично рассказать, что ножки короткие, неге десең, формы. Зато мен шашымызын. Ал кастинг қалай өтеді осыған? Қалай? Кастинг — это самое кастинг ең интересное. қызықты тұсы. Устраивается 2000 қызның 1000 ішінен тек девчонок, 20-сын ғана и только келесі 20 кезеңге из них таңдап аламыз. проходит этот кастинг. Қазылар алқасы бола ма? Өзіңіз жалғыз таңдайсыз ба? Әзіл ғой. Ну, на самом деле, конечно, последнее слово за мной. Это Жасыратын жоқ, я соңғы являюсь шешім менің қолымда вдохновителем, болады. автором Осы идеи, жобаның авторы, генеральным продюсері болғандықтан. продюсером. И конечное слово, конечно, за мной. Бывает, Шыны керек, волшебные тамаша красивые сұлу қыздар болады. девочки, но Бірақ когда Абай жолын им кім задают жазды вопрос, десең, кто Абай деп написал жауап Абай, беріп они тұрады. говорят Абай, они сразу вылетают из кастинга, даже если у них самые Сонан соң красивые олар формы и бірден самое кастингтен красивое ұшып кетеді. лицо. Да? Мың жерден То есть сұлу девочка болса должна да, ол владеть тарихын, мәдениетін, салт традицией, дәстүрін культурой, білуі языком, тиіс. историей, хотя бы какими-то азами. Ішкі дүниесі Потому что қалай там болады? есть интеллектуальный Бізде конкурс, и он интеллектуалдық самый сайыс важный, бар. где Ол дода мы көп делаем нәрсені ставку, шешіп когда тастайды девочка десем де болады. открывает свой рот, Дәл осы сайыста да, и начинает аруларымыз говорить, сөйлей вот бастайды. где видна Сол кезде қыздардың красота. шынайы сұлулығы Можно иметь көзге самые көрінеді. идеальные формы, Кімнің до тех пор, қандай пока шамада не откроешь екендігі де рот его. байқалады. А я специалист в этой сфере. Ал мен сынауға келгенде, Поэтому Нұрлан, наши девочки маманмын на десем кастингах и болады. поют, и Сондықтан танцуют, біздің и қыздар стихи билейді де, рассказывают, әнді и айтады, вопросы об өлеңдерді истории, оқиды. о традициях и так далее. Қазақ аруы биыл қашан болады? Өтіп кетті ма? Каждый год в одно и то же время. 22 Жыл сайын бір уақытта болады. Қазақ 22 наурызда в қазақ эфире. аруы эфирде. Мы проводим кастинг Ал в начале кастингтерді февраля біз и ақпан айынан занимаемся бастап ими 2 ай 2 бойы месяца. жасаймыз. То есть Қыздар жай девчонки ғана не просто келіп так кетпейді. Приходят, уходят. Дайындық болады Конечно. Бізде кәдімгі. кәдімгідей қызу дайындық болады. Они не умеют ходить, не Бірі умеют киінуді одеваться, білмесе, не бірі умеют боянуды краситься, и так далее, білмейді. и тому Міне подобное. соның Да, бәрімен Стилистер, жұмыс жасаймыз. мұғалімдер, Визажистер, конечно, хореографтар, занимаются стилистер де жұмыс істейді. хореографы, Психологтар. психологи. Не понимаю. Қошеметтеріңіз, рахмет сізге. Қазақ аруы байқауына сәттілік тілейміз. Баян, менің білуімше, сіз өнер институтқа бірден түспепсіз. Осы туралы айтып берсеңіз, қалай болды? Өнер институтының алдында басқа жақта оқыдыңыз ба? Я получила высшее образование. Мен жоғары дипломом оқу орнын высшего бітірдім образования деген 27 дипломды лет. 27 жасымда алған общей болатынмын. сложности я училась Бас аяғы мен 10 10 лет. жыл оқыдым. Біріншіден Во-первых, мені меня үнемі отчисляли оқудан шығарып постоянно. тастайтын. Оставляли Екінші на жылға да второй год. қалдырып тастайтын кездер Это болған. правда. Не үшін Без екенін объяснения ескертпейтін де. Әрине олар отчислять етеді. Сіз келесіз мұғалімге айтасыз, шашыңыз немене мынау? Мынау мұғалімге жараса ма? Сіз докторсыз ғой. Мынау шалбарының қыры қайда деп. Да. Баян, осы енді жақсы жағынан айтайықшы, осы қазір қоғам жақсы жағына өзгерді ма? Нағыз етіп сайлады. Сказали, вот ты будешь Снегурочкой. Сен тогда я қарша қыз уже, боласың так деді. сказать, Сол кездегі ағылшынша айтқанда пати, вечеринки, ивенты. Балабақшада, Оралда, пати. Да. Байқаған шығарсыздар, Баян Есентаеваның кішкентай кезінен райдары бар. Иә. 3 жасынан райдары бар. Я пришла, я мен воспитывалась ата бабушкой мен с дедушкой, әженің а қолында моя өстім. бабушка Ал работала в әжем ателье. киім тігетін жерде жұмыс жасайтын. Представляешь, как мне повезло. Көрдің бе қалай жолым болды? И я пришла домой и сказала своей бабушке, что Мен әжеме если у меня келдім не де будет айттым. самого Егер менде красивого ең платья, әдемі көйлек болмаса, самого красивого, я не буду мен вести жаңажылдық кешті жүргізбеймін дедім. новогодний утренник. И она сказала, Ол маған қарап тұрып былай деді. она назвала меня Баяшка, ах, Баян, сенде ең әдемі көйлек болады. И всю ночь она купила
Сол күні ол көп дәке сатып алып, сол дәкені бір суға салды. Сол марлі, аппақ марлі. Она всю ночь мочила, я прям это помню рядом. Сол кездер әлі есімде. Сөйтсем ол крахмал екен. Потом он почему-то вот такой стал твердый. Потом он этот крахмал вот так вот много. Крахмалды жаңа көйлектің біраз жеріне жағып шықты да, басыма тәж жасады. Ну, советский кез қой, ештеңке жоқ. Жан жағына мақта салды, мақталардың үстіне бір жылтырлақтарды сеуіп тастады. Сонан соң ең сұлуы мен болдым. Балабақшаға кіргеннен бастап бәрінің көзі менде болды. И тогда я поняла, 3 годика. Сұлулықтың үлкен күш екендігін сол кезде 3 жасымда байқаған болатынмын. Я согласен. Кешу тобының жаңа клибінде сол көйлек емес пе? Сол ғой сол. Сол, иә? Өйткені шынымен де кешу тобы өте әдемі, көйлектері өз бәрі сәйкес келеді. Осы кешу тобына жайлап көшіп кетсе, кешу тобына сіз арнайы киім тігесіз ба? Бейнеклиптер өте жоғары деңгейде түсірілген. Сапалы түсірілген. Рахмет, Нурлан. Действительно, на наряды кешью уходят огромные суммы. Жасыратыны жоқ, кешу тобының киімдеріне қаржы көп жұмсалады. В Казахстане. Меніңше, еліміздегі ең көп қаржы жұмсалатын топ кешуі шығар. Бір қыздың киімінің өзі бәленбай мың тұрады. Енді бағасын нақтыламай қояйын. Мен кешудің киімдерінен ақша аямаймын. Я работаю с дизайнерами, с ведущими дизайнерами нашей страны. Я выбираю самые дорогие. Мен еліміздің үздік дизайнерлерімен жұмыс жасаймын. Ең қымбат маталарды таңдаймын. Қымбат әшекейлерді Я таңдаймын. говорю, что все самое лучшее должно быть у них. Поэтому мен көйлек жоқ. Кейбір адамдар кешу тобының клипін, бейнеклипін кино ретінде көреді екен. Да. Кино сияқты түсірілген да. Соңғы клипке назар аударайық. Иә. Сынақтан елсеткендеген, ұран еткен батыр баба, сын дұшпанға да дес бермеген, жан аямай қорғап қаласын, тұлғалары биік таудан, ата жолын ұстап қалған, жұлдыз болып көкте жанған. Азат елімнің тарландарына ризамын мен, дархан тауымның арландарына ризамын мен, айбарларын көргенде сені ұмытсын бе, ризамын мен ерлерге намыстарын берме. Бұл бейнеклип туралы айтып берсеңіз, қай жерде түсірілді? Бұл жаңа бейнеклип қой. Бұл бейнеклип целый хикая на самом деле, потому что у нас не было времени. Бағана айтып өткенімде бізде уақыт болмады. Қатарынан 3 фильм түсіріп жаттық. Негізінде осы клипке қыруар қаржы құйып, үлкен көлемдегі туын шығарам деп ойлағам. Очень хорошее видео. Бірақ уақыт тапшы болған соң, біз бұл клипті Оралда бас аяғы 3 сағатта түсірдік. За 3 часа. 3 сағатта түсірдіңіз? Я 3 сағатта түсірдік. На самом деле, нет песни, нет клипа. Шын мәнінде ән болмаса бейнебаян болмайды. Ән бар, бейнебаян да бар. Мысалы, Заттыбек Шөптің үстінде домбыра тартып отыр. Ән бар. Түнде студияда. Kеш қандырнымзылар, кешімсіз жүргізушісі Нұрлан Қоянбаев. Кеш жарық құрметті достар, сіздермен бірге түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев және әріптестерім Омай тобы. Шоуымызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Қазақстан шоу-бизнесінің дамуына зор үлес қосып жүрген шоу-бизнестегі акулалардың бірі. Енді акула онда әдемі акула. Қазақстан сұлулары деген тізімге әбден орныққан, жыл сайын қазақ аруларын түгендейтін белгілі продюсер Баян Есентаева.
сіз төлепсіз. Қошеметтеріңіз Баян Есентаева Түнгі студия бағдарламасында. Қалай жеттіңіз Астанаға? Астана қалай? Алматыдан ұшып келдіңіз ғой? Алматыдан плашпен мініп, Астанада тон киген қалай екен? Немножко шокта отырмын әлі. Неге? Потому что утром Алматыда плюс 8 болған. Астанаға келсе минус 12. Баян, енді алғашқы сұрағым, біз барлық қонақтарға алғашқы сұрақ қоямыз. Өміріңізде, шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Мы закончили фильм, который скоро Біз будет на жақында больших еліміздің экранах үлкен нашей экрандарында страны. жарық Осталось көретін «Корова», Абайлаңыз где сиыр Самострел фильмін выделила бітірдік. главные роли. Ол фильмде өзім басты рөлдердің бірін Значит, сомдаймын. Бұл недавно... кино қашан шығады? Бұл кино март айында шығады, наурыз айында. Я думаю, что 6 наурызда ел назарына ұсынылады. Құрметті көрермендер, барлықтарыңызды кинотеатрға шақырамыз. Қазақша аты қалай болады сонда? Абайлаңыз сиыр ма? сиыр. Енді басты рөлді өзіңіз ойнайсыз. Я сиырды мен ойнаймын. Сіз ойнайсыз ба сиырды? Иә. Өте әдемі сиыр екен. Жарайды. Мен өзім уайымдап тұрмын. Сізді Баян ханым дейін ба, жоқ қарындас дейін ба, сіз мүлдем... Мен жаңа айтып отырмын ғой, осы көптеген ғалымдар эликсир молодости іздейді ғой жаңағы, эликсир молодости. Соны сіз тауған сияқтысыз. Махаббат станциясында ойнаған Оралдың рөлін ойнаған актер. Бір аста көрдім, бата беріп жүр екен. Ал сіз мүлдем өзгермегенсіз. Енді кешіресіз мені. Енді көріп қалдым енді. Нұрлан, тебе тоже нужно. Я потом Саған да подскажу керек тебе нәрсе всего. ол. Мен саған қалай табуға болатынын айтамын сосын. Керек, е? Подправиться, да. Тағы да осы естуімше, сіз жақында жақсы туынды түсірдіңіз Орал жақта. Сол туралы айтып берсеңіз. Да, действительно, мы целый месяц были в Уральске. Иә, шын мәнінде 90 жылдарды салыстырсақ, киноиндустрия, енді өзіңіз жылына 3 кино түсіріп жатсыз. Енді көрерменнің, өзім ойымша, киноиндустрия дамып келе жатқан сияқты. Телехикаялар түсіріліп жатыр. Енді бәрі керемет деп айта алмаймыз. Бірақ бір қозғалыс бар. Конечно. Осы жақсы жағынан айтайық. Не өзгеріс болып жатыр бізде? Сізге не ұнап жатыр бізге? Айтыңызшы. Нұрлан, на самом деле, человек, который шын мәнінде хочет жұмыс жасап, работать, ақша тапқысы келген адам. зарабатывать, Барлық уақытта жұмыс істейді дейсіз. барлық уақытта жұмыс істейді. Да, мы развиваемся. Иә, біз дамып келеміз. Да, Иә, киноиндустрия біздің сейчас индустриямыз совершенно қазір на другом жаңа уровне. белестерді Но бағындыруда. за это время, к сожалению, Бірақ да, осы уақыт мы, аралығында бәсекеге қабілеттілік байқалмай пока жатқан у сияқты. нас нет конкурентоспособности. У нас нет много Бізде мықты режиссеров. режиссерлар Я как жетіспейді. продюсер, да, Мен имею мысалы право продюсер выбирать ретінде режиссеров. режиссер Я таңдай хочу с аламын этим ғой. режиссером Мысалы поработать, бір потому что он режиссермен такой. жұмыс жасағым Вот с келеді. этим, потому что Себебі он- оның с мынадай этим, жақсы потому қыры что он бар. комедия. Мынау С бірімен этим, де потому жұмыс что он жасаған трагедия. себебім ол С этим, комедия потому что он түсіреді. драма, Ал бірі да? трагедия. Сейчас нет Қазір такого бізде выбора. осындай У нас у таңдау продюсеров. жетіспейді. Мысалы, сіз режиссер Асқар Ұзабаевпен жұмыс істейсіз. Я. Ұнай ма сізге Асқар Ұзабаевтың жұмыстары? Ну вот, кстати, единственный в моей жизни, да. Менің случай, өмірімде когда, ең алғаш осындай оқиға орын алды. Асқар ешқашан кино түсірмеген адам. Мен оған келдім де айттым. Это был первый ғашық жүрек. Бірінші ғашық жүректе мен продюсер ретінде қателік жасаған жоқпын. Біз үлкен тәуекелге бардық. Мен бұрын соңды кинопродюсер болып көрмегем. Сіз қазір қалай баға бере аласыз? Бірінші ғашық жүрек сізге қатты ұнады ма, жоқ екіншісі ма? Сізге енді продюсер ретінде шын айтсаңыз, сізге Нұрлан, өзіңіз. эти два фильма невозможно сравнивать. Во-первых, это два разных режиссера. Нұрлан, бұл И, екі фильмді все біз говорят, салыстыра что первый алмаймыз. «Ғашық Себебі жүрек» екеуін лучше. екі адам Кто-то түсірген. говорит, второй «Ғашық жүрек» лучше. Біреулерге В любом біріншісін айт, случае, біреулерге первый есть екіншісін первый. айт. Успех Бірақ не первой дегенмен концерта, біріншінің конечно, аты не бірінші. отменит. А вы Ал енді поменяйте орын их ауыстырып местами. көріңізші. Если бы второй Ғашық «Ғашық жүректің жүрек» екінші был бөлімі алдымен определенно шықса был да, бы тот же самый успех. бірінші Потому бөлім что, көрсеткенде во-первых, нәтижеге это қол жеткізер еді. новинка, это Себебі впервые бұл шоу-бизнес, шоу-бизнес это туралы впервые алғашқы Леонид туынды. Бесбаев, это Бірінші рет впервые Мейрамбек Бесбаев, история бірінші рет Золушки. қыздың Это всё ғұмыры было жайлы впервые. баяндалады. Сондықтан орын ауыстырған Если күннің бы өзінде де еш переставить нәрсе местами, өзгермес еді. ничего бы не Нәтиже поменялось. сол Был болар бы еді. тот же самый результат. Баян, қазір барлық өнер азаматтары Астанаға көшіп жатыр. Мен өзім осы жерге келіп түсініп жатырмын. Бәрі көшіп жатыр. Сіз қашан келесіз? Мен қашан келем? Келем. Мен сізге бір орын дайындап қойдым, бір жер. 2014 жылда. 14 жылда қазақ аруының алдында, иә? Иә. Жарайды, бәріміз күтеміз. Бәріміз бірге барып, әуежайға барып күтіп аламыз. В общем, сен член жюри. Әліғазыға шақырасыз ба? Иә. Рахмет, міндетті түрде барамыз.
Сонымен құрметті көрермендер, келесі айдарымыз баян біз келген қонақпен ойын ойнаймыз. Сіз қарсы алмасаңыз, мен ортаға әртүрлі ойындар ғылымының докторы Бейжан Дәулетті шақырамын. Қошеметтеріңіз Баян Есентаева. Осы күнге дейін 40 шақты бағдарлама түсірдік, бұлай қобалжыған жоқпын. Не переживайте. Қобалжымаңыз. Тағы да бір рет қошемет. Көзілдірігім буланып жатыр. Біздің доктор ән айтқысы келіп жүр, продюсер іздеп жүр. Мен продюсер болайын десем, жоқ, болмайсың дейді. Жарайды. Ойын шартын түсіндіре кетейін бірден. Мына тақтайшалардың ішінде көптеген тапсырмалар бар. Қазір сіз біреуін таңдайсыз, біреуін. Және сізге оны көрсетпеймін. Сіз қазір таңдаңыз, әрі қарай сізге түсіндіретін болам. Жақсы. Қошеметтеріңіз, Баян ханымның таңдауы. Нұрлан мырза, сіз актерлық шеберлігіңізді дайындай берсеңіз болады. Мен ба? Сіз қазір Баян ханымға... Біз бір ай көлемінде Оралда болдық. Менің туған жерімде. Біз үшін өте тамаша ай болды. Біз қазақ өнерінің ханшайымы, опера жұлдызы Күләш Байсейітова жайлы кино түсірдік. Өкінішке орай, қазіргі жастар бұл аңыз адамының шығармашылығымен таныс емес. Но я думаю, благодаря этому кино вы познакомитесь. Осы тамаша туындының арқасында олар Күләш апамыздың бейнесімен кеңінен танысады деп ойлаймын. Представлял нашу страну давным-давно. Себебі бұл кісі қазақ елін әлемге таныстырған адамдар қатарында. Сондықтан да фильмді көруге кеңес беремін. Женскую историю. Бұл кино кинотеатрға емес, бұл телехикая. 4 серия. Нұрлан, біз бір жылдың ішінде 3 фильм түсірдік. Олар «Тракторшының махаббаты». Қошеметтеріңіз маған өте қатты ұнады. Затем был недельный перерыв. Онан соң бір апта демалдық. Бір апта ғана. Целую неделю, бір апта. Содан кейін «Осторожно, сиыр». Содан кейін тағы бір апта перерывчик небольшой. И уехали Оралға, и Күләшті түсірдік. Поэтому вот қазір мен демалыста жүрмін. Вот поэтому я здесь. Енді сіз білеміз, енді көп демалмайсыз. Жаңа жылға дейін 10 күн бар ғой. Осы 10 күнде не істейсіз? Тағы бір кино түсіресіз ба? Жоқ, я сейчас сошью 10 платьев, потому что... Мен қазір 10 көйлек тіктіріп жатырмын. Себебі менің алда түсетін 10 эфирім бар. Пока съемкаға келем, пока кетем. И вот так Новый год наступит, и потом я уезжаю отдыхать, наконец-то. Осы туралы сұрайын деп едім. Сіз қалай демаласыз, қайда барасыз? Енді жаңа айтып кеткендей, бір жылда 3 кино түсірдіңіз. Енді ол үлкен еңбек. Сіз қалай демаласыз осы? Қай жерге барасыз? Өзіңіз сүйікті жерлеріңіз болар ма? Италия, Рим, Бишкек, Хайнань. Қай жерге барасыз? Нурлан, на самом деле, каждый год новая страна, поэтому... Нұрлан, біле білсең, жыл сайын бір жаңа елге барып тұрам. Бір жердің жағажайы тамаша болады, бір жердің асханасы, бір жердің адамдары басқа болады. Осылай әр жерден әртүрлі көңіл күймен оралам. Маған қатты ұнаған елдердің бірі Бали аралдары, Кореядағы демалыс, Монакодағы күндер. Айта берсе, өте көп. Мен енді осы жылы Сингапурға демалысқа баруды жоспарлап отырмын. В Сингапур отдохнуть. Сингапур? Да. Осы Қазақстан шоу-бизнесінде сізді жаңа айтып кеттім, акула дейді. Шоу-бизнестің акуласы, әдемі акуласы. Енді біздің білуімше, бізде Қазақстанда шоу-бизнесте енді қасқыр продюсерлар көп. Бәрі қасқырда, сіз акуласыз. Осы туралы айтып берсеңіз. Сіздің жұмыс жасау, басқаша жұмыс жасайсыз, жұмыстарыңыз ерекше. Ну, насчет акулы не знаю, акула это хищное животное. Шыны керек, бұл жайлы естімеппін. Енді акула деген жыртқыштар санатынан, оның үстіне өзіндік сұлулығымен мінезі баран ғой. Ол өз жолындағы барлық нәрсені жеп, алдына келгендерді жоя біледі. Алыста отырайын. Да. Если в этом смысле, то... Ал егер маған келер болсақ, мен өз жолымда тұрған ешкімді де жемеймін, жыртқыштық танытпаймын. Хочу сказать, что нет, наверное... Мен айталам, қазақ шоу-бизнесінде мен қаламақысын төлемей қойған бірде-бір өнер адамы жоқ. Я не заплатила, не выполнила свои обязательства. Барлығына еңбегіме сай сыйақыларын беріп отырдым. Ешкімнің жолын кеспедім. Осы жағынан менің арым таза деп айталам. Абсолютно чиста. И нет ни одного человека. Мен барлығының көзіне тіке қарай алам. Сондықтан саған да солай қарап отырмын. Смотрю в твои глаза.
Қошеметтеріңіз Баян Есентаева. Баян, бір сұхбатта сіз айттыңыз, сахнаға 3 жастан бастап шықтым деп. Сол кезде сіз балабақшада едіңіз, бірақ сахнаға шығар бұрын сіз бір шартты қойдыңыз. Мен сахнаға шығам, бірақ менде ең әдемі көйлек болу керек. Сол болды ма осы оқиға? Болды. 3 жасыңызда. Да. Наверное, мне было около 4. 3-4 жастың шамасы болатын. В садике Балабақшада. меня выбрали Снегурочкой. Мені қарша